Hi everyone, this is Easy English. Welcome to my channel. This lesson is about future continuous tense, and in this lesson I'm going to show you how to form and when to use a future continuous tense. Please, before watching video, subscribe to my channel. Окей. Сәлем баршаңызға. Бүгінгі тақырыпта future continuous, яғни созылмалы келешектің қай кезде қалай дұрыс қолданатындығы туралы өтетін боламыз. Сабақты толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын, және де каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Okay, we use future continuous tense to say that we will be in the middle of doing something at a certain time in the future. For example, tomorrow at 8 o'clock I will be having an exam. Яғни future continuous шағын болашақта белгілі нақты бір уақытта болып жататын іс-әрекетті айтқан кезде қолданамыз. Мысал үшін, tomorrow at 8 o'clock I will be having an exam. Ертең сағат 8-де мен емтихан тапсырып жатамын. Ал енді жасалу формуласына келетін болсақ, бастауышқа will be көмекші етістігі қолданылады, және де етістік, ал етістікке ing жалғауын жалғау арқылы біз continuous шағына қоямыз. Мысал үшін, he will be watching the match at 9 o'clock. Ол сағат 9-да матч көріп жатады. Тағы да бір мысалға келетін болсақ, at 8:15 tomorrow morning, she will be reading the newspaper. Ертең таңғы сағат 8-ден 15 минут өткен кезде ол газет оқып жатқан болады. She бастауыш, will be көмекші етістік осы future continuous шағының. Read негізгі етістік, оған ing жалғауын жалғап біз continuous шағына қойып отырмыз. Ал енді болымсыз сөйлем жасауымыз үшін біз will көмекші етістігінен кейін жай ғана not сөзін қоямыз. He will not be cooking at 2 o'clock tomorrow. Ол ертең сағат 2-де тамақ пісіріп жатқан болмайды, яғни тамақ пісірмейді. Ал енді сұраулы сөйлем жасауымыз үшін біз will көмекші етістігін бастауыштың алдына шығарамыз, яғни сөйлемнің басына қоямыз. Will you be cleaning the flat tomorrow at 7 o'clock? Ертең сен сағат 7-де үй жинап жатқан боласың ба? Яғни future continuous шағын біз болашақта нақты бір уақытта болып жатқан іс-әрекетті айтқан кезде немесе білдірген кезде қолданамыз. Тағы да толық түсінікті болу үшін бір-екі мысалға тоқталатын болсақ, for example, tomorrow afternoon I'm going to play tennis from 3 o'clock until 4:30. So at 4 o'clock tomorrow I will be playing tennis. Ертең сағат 3-тен 4:30-ға дейін мен теннис ойнайын деп жатырмын. Сондықтан сағат 4-те I will be playing tennis. Мен теннис ойнап жатқан боламын. Tom is going to work from 7 o'clock until 10 o'clock. So at 8:30 this evening he will be working. Том сағат 7-ден кешкі 10-ға дейін жұмыс істейін деп жатыр. Сондықтан ол сағат 8:30-да жұмыс істеп жатқан болады. Яғни, оның нақты бір уақытта істеп жатқан іс-әрекетін білдіріп тұр. Okay, compare will be doing with other continuous forms. Ал енді future continuous шағын басқа continuousтермен біраз салыстыра кететін болсақ, for example, Tom works every morning from 9 o'clock until midday. Том күнде сағат 9-дан түскі уақытқа дейін жұмыс жасайды. Бұл present simple шағы. At 10 o'clock yesterday, Tom was working. This is past continuous шағы. Кеше сағат 10-да Том жұмыс жасап жатқан еді. Past continuous шағын біз өткен шақта нақты бір уақытта болып өткен іс-әрекетті білдірген кезде қолданамыз. Яғни, нақты сағаты белгілі болып тұрған уақыт. It is 10 o'clock. He's working. Present continuous шағы. Қазір сағат 10. Ол жұмыс жасап жатыр. Яғни, дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті біз present continuous шағында қолданамыз. At 10 o'clock tomorrow, he will be working. Ертең сағат 10-да ол жұмыс жасап жатқан болады. Бұл future continuous шағы. Яғни, достар, continuous деп отырғанымыз созылмалы болып жатқан іс-әрекеттерді білдіреді.
осымен біздің сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны соңына дейін